Қасымыза Ақторғаннан 5-ші сыныпта оқимын. Мен ешкі сүтінің ерекшелігі деген тақырыпта ғылыми жұмысқа дайындалып, ешкі сүтін зерттеп жүрмін. Қасымда жетекшім Гүлназия Мұсағалиқызы жетекшім бар. Сізді ауырып қалып, ешкі сүтімен жазылды деп естідім. Сол туралы сіздің үйіңізге келіп, өзіңізден бір ауыз сөз естейін деп келдім. Ақторған қызым, дұрыс айтасыз. Мен осыдан бірнеше жыл бұрын Жаңаөзен қаласына ауруханаға жаттым. Ол жерде маған дәрігердің тағайындаған емдері қонбады. Содан Үштаған ауылында тұратын Алмалы емшіге барып қаралдым. Ол кісі маған ешкінің сүтін ішуге кеңес берді. Содан ауылға келіп, Сенектегі Гүлназия сіңлімнің ешкі сауатын. Ол маған күнде ешкісін сауып беріп, балдарынан беріп жіберіп отырды. Сол сүтті мен күніне шекіле 3 таңертең кешке 2 мезгіл 3 ай іштім. Сол ем біткесін, содан Алмалы емшіге қайта барып қаралдым. Ол маған толық жазылғанымды айтты. Емшіге алғысымды білдіріп ауылға қайттым. Содан кейін мен Ақтау қаласына дәрігерлік тексеруден өтуге бардым. Ол жерде маған дәрігерлер қалай дәрісі жазылғаныма таңғалып сұрады. Мен 3 ай ешкінің сүтін үзбей ішіп, содан жазылғанымды айттым. Олар таңғалды. Қазір Аллаға шүкір 10 жылдан асты. Еш жерім ауырмайды. Ешкінің сүтінің өте пайдасы көп. Көптеген ауруларға ем. Барлықтарыңызға ешкінің сүтін ішіп жүруге кеңес беремін. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Сізден бүгіндікке көптеген мәліметтер алдым. Ауырмаңыз, сырқамаңыз. Сау болыңыз.